Кайрылы таң. Бүгін міне воскресенье ғой, демалыс. Сағат 11-ден 1 кетті. Сол енді тірліктермен айналысайық. Кеше суббота болды, бүгін демалыс. Мен өмірімнің бір күні воскресенье ехал. Жалпы бүгін біз не істейміз? Бүгін біз рэп жазамыз. Бірінші барып шаш қидыртып алу керек. Содан кейін ғой. Меніңше өзімде андай моменттер болады. Бір болады андай шашым өсіп кеткен, өзім сақалым бәрі өсіп кеткен, андай опустошенный кездер болады ғой. Енді сол надо собраться дегендей ғой. Өз-өзін ретке келтіріп, қазір менің шашым осындай болып тұр. Одан кейін қазір қандай болатынын көреміз. Қалай, нормально? Міне, короче, мен бөлмем. Байқап отқандарыңыздай бардак болып кетті. Оны жинастырып ұстау керек. Все, короче, примерно бөлмені жинап ұстадық. Айтады ғой, проснулся, привел себя в порядок, приведи в порядок окружающий мир. Ну или хотя бы свою комнату. Мынау суреттер. Молодой я здесь, горячий. Сейчас тоже так особо не остыл. Енді. Мынау менің рэп оқитын тип студиям ғой, өзім қолдан жасалған, прикинь. Мынау микрофон. Мен дос баламен сатып алғанбыз бір ретте, типа. Мен последний отпускымда, прошлый отпускымда дос баламен сатып алғанбыз, екеуміз арендовать етіп, студия сияқты. Движ Париж. Сол, там не то что акустика, а просто изоляция, то что мен нақты оққаным былай басқа бөлмелерге естілмейтіндей. И сол. Үйдегілер бұны душ-кабина дейді ғой. Вот так. Главное желание, вот главное. Міне біз мен бөлмемде трек жазайын деп отырық. Ыстық ше, айтқандай, былайда да ыстық. Содан кейін мен футболкамды шешіп тастадым. Нормально. Сол енді рэп оқимызға. Соны көрсетіп жүрейін. В общем, айттым ғой микрофон туралы. Это трек для тех, кто смотрит со мной сторис. Это моя жизнь, это моя история. А те, кто поддерживает, вам вообще большой рахмет за вашу поддержку. Готов ебашить я в ответ. Вы даете силу мне, вы мои крылья. С вами готов покорить все высоты мира. Свои чувства к вам глубоко в себе укрыла. Мои люди, спасибо. Теперь хочу сказать о себе. Изначально не такой, как все. Не пытаюсь угодить, я все. Кайфпен жазылғансың ғой, кайфпен. Дейм. Салам алейкум, Курить не шыққан. Это трек для тех, кто смотрит со мной сторис. Это моя жизнь, это моя история. А те, кто поддерживает, вам вообще большой рахмет за вашу поддержку. Готов ебашить я в ответ. Теперь хочу сказать для себя. Сначала такой, так все, как все. Не пытаюсь угодить, я все. Сол енді материал жазып тастадық, енді оны надо обработать. Бітті, осымен күн бітеді. Кешке білмеймін енді, кешке не істейтінімді, бірақ қазір осымен күн бітеді. Сын не ғой, қыздар, сендер кішкене ғашық болсаңдар, сәл жайра ғашық болсаңдар, шынан қараңдаршы, не ярық прыщик шықты. Аямай ғашық болғансыңдар ғой.
сол міне үйге қайтып бараттық болды. Кешкісін аса қызық болған жоқ. Сондықтан осылай өтеді менің демалыс. Ертең жұмыс бұйырса. Сол енді былай тақауда шығады деп ойлаймын трек. Жалпы мен демалыстарым бәрі солай өтеді.